Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі барлық заттармен бір сіздерге кешкі ерекше бір кешкі ас әзірлейтін боламыз. Бұл кешкі асымыздың бірінші қамырымен жасап алайық. Қамырын илеп аламыз. Қамырына мында 200 грамм су, бір жұмыртқа, кішкене тұз қосамыз. Тұз қосып, оның үстіне 2 үлкен қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, енді осыны кішкене жұмыртқасы езілгенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, енді осыған 300 грамм ұнымызды сала бастаймыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды осылай иігенше жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп, осыны салатамен орап қойып қоямыз. Енді қамырымыз тынығанша, мұнда менде 500 грамм ет, сиырдың. Осыны көбіктеп, үлкен қылып турап аламыз. Өте тойымды тамақ. Кешкі асқа жасасаңыздар, өте дәмді. Енді бұған бір пиязымыз жеткілікті. Бір пиязымызды турап аламыз. Бір пиязымызды осылай турап алдық. Енді пияз 2 сарымсағымызды турап алайық. Енді мұнда менде орам жапырағымызды жақсылап турап аласыздар. Оны да ұзыншақты қылып осылай турасаңыздар болады. Қазанымызға майымызды құйып, менде мұнда таба. Енді осыған бірінші етімізді жайлап тура бастаймыз. Етімізді осылай жақсылап туырып аламыз. Енді етіміздің үстіне жаңағы сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды и пиязымызды да салып, барлығын жақсылап туырып аламыз. Енді осы пияз, сарымсақтар осылай қуырылды. Енді осыған кішкене паприка мен
Қара бұрышымызды салып, тұзымызды мөлшерлеп салып, кішкене араластырып. Енді осылған бір қасық томатымызды саламыз. Бір қасық томатымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді осыған жаңағы туралған орам жапырағымызды салып, орам жапырақты осылай араластырмай бетіне салып, осыған енді етімізді үстінен асқанша суымызды құйып, кішкене құйып жүрейік. Осылай суымызды құйып, енді осы қақпағын жауып, ақырын отқа қайнатып қоямыз. Енді осы етіміз піскенше қамырымызды жая бастайық. Енді осылай суын осылай құйып, кішкене қайнағанын астын азайтамыз да, қақпағын жауып, еті пісқанша жауып қоямыз. Енді қамырымызды жая бастаймыз. Қамырымызды сеуіп, жақсылап жұқалап қамырларымызды жайып алайық. Қамырымызды барлығын жайып аламыз. Енді осы қамырымызды үстіне сұйық майымызды құйып майлап аламыз. Укроп пен петрушканы үстіне сүйіп шығамыз, майлап болған. Енді осыны төртбұрыштап турап аламыз. Енді барлығын осылай төртбұрыш қып кесіп аламыз да, енді нанымызды, қамырымызды осылай орап шығасыздар. Қамырымызды ұзын-ұзын болып кетсе, осылай ортасынан кесіп жібереміз. Енді осыны етіміз пісті, кішкене жұмсарды. Енді осының үстіне жаңағы қамырымызды дізіп шығамыз. Қамырымыздың барлығын осылай дізіп, енді қақпағын жауып, қамырымыз пісқанша жауып қоямыз. Тамағымыз әзір болды. Нанымыз бәрі, қамырымыз бәрі пісті. Біздің ерекше бір кешкі асымыз дайын болды. Наны бәрі қамырымыз осылай пісті. Қамырымызға осылай алып, осылай жесеңіздер болады. Енді осы кешкі асымның рецебі ұнап жатса, менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып,
подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.